Ассаляму алейкум, урметлі серджелер. Бу UATV студияда Украина хаберлері бүгін январінің 17-сі жымақшымы күні. Украинлер өзлеріні фида етіп, дүняве Авропаны имае етелер. Русия садыжы Украинада еткенлерінді тоқтатмаған еті йоқ омелес жанкының ән яны технологияларны сынай. Бұл ақта Украина президенті Петро Порошенко Киевде дипломатлар елі күрішу вақтында білдірді. Оларны Русия Украинаға илан етмеген жанка қында қиқатны айтмаға рижа етті. Kremlin does not plan to stop on Ukraine. Русия садыжы Украинада еткенлерінде тоқтатманға ниеті йоқ. Омелес жанкның ән яны технологияларны сынай. Меселе тек шунда ки не вақыт вене ерде Кремль бұна япажақ. Ос империалистик хайларыны амелге кечермек үшін Москва үшін Украина стратегии тарафындан пек қимет лидер. Олар Украина бұны баш етіп олама жағына инаналар ве беклейлер. Ве егер Украина бұны баш етіп олмаса, бұл садыжы Авропа ве дүнияның дигер кешілерінде Русияның истеклеріні керчеклештірмеге имкан бережек. Тереза Мэй Бүйік Британия баш назировасифесінде қалды. Парламент Мэйнің үкіметіне ишеншсызлық білдірмеге мұхафелетлерінің теклифіні рет етті. Учас 25 мебюс она қол тұтты, веттек 36 қаршы чықты. Январының 16-сында Брюкселеле келешілген Бүйік Британияның Авропа бірлігі тәркібінден чықув аққында аңлашма парламент тарафындан рет етілген сон ишеншсызлық вотумы талап етілді. Базар әртесі күні Тереза Мэй парламентның бақуына Авропа бірлігі елі яны аңлашма метініні теклиф етмек керек. О Брексит аққында мұхалифлер елі консенсус керішмеге сөз берді. Брексит 2019 сенесі мартның 29-ына планлаштырылған. I'm pleased that this House has expressed its confidence in the government. Палата үкіметі ешенчіні білдіргені үшін минетдарым. Бұ месулиетні ғайт еянлайым. Вейменім үкіметім ішіні әлігіміздің еліштірулеві бізім телекесізлігіміз ве бірлігіміздің пикетілеві үшін девам етежек ве әлбетті. Бұ мемлекетнің халқына Авропа бірлігінің тәркібінден чықмақ берген сөзімізні тұтмақ үшін çalışacağımız. Белесем бұ вазифені палатының посазалары аңлай. Франкистанда Леон университетінің студентлер шерчікті патлав нәтижесінде үч адам яраланды. Илк мәліметқа көре кампусларының адамларындан бірісінің үстінде тамир ішлер алып барылайды. Ондан себеп янгын башланған. Нәтижеде күтіпханесі янындаки софада тұрған бір қач газ баллона патлады. Қаза ерінде құртарыжылар чалыша талебелер ве оджалар тахлие етілді. Украинадан Түркияге 15 қырым-татар келді. Бұ ерде 4 елді вамында. Олар мемлекетнің медениетіні, урфадетлеріні ве тіліні огренежеклер. Мектепті оқытуф насыл тарзда кечерілген аққында мұғберіміздің левхасында. Аппас Куртамет Херсон вилаятының Новоалексеевка шайранден. Бір автая велесі ескі шайырдaki халқара мектепті оқумақ үшін Түркияге келіп шықты. У меня цель выучить. Менің мақсадым 3-4 тіл огренмектір. Инглиз, араб ве турк тіллері. Қырым-татар тіліні де әлбетте огренмеге істейім, чүнки бұл туған тілім. Eskişehir aynı zamanda bir kültür kenti. Eski şehir bu medeni ve tesil şehirdir. Mında 3 Balaban üniversitet бар. Bu yerde içtimai ve medeni tarafından inkişaf etmege pek engel. Mektepte çetel tillerinin öğrenüvüne ayrı dikkat etile. Bu İngiliz ve Arap tilleri. Mektepni bitirgen vaxtında bizim telebelerimiz Türk tilini tuğan tili kebі bilecekler. Аппас веда 14 Қырым-татарға bu mektepte okumağa Türkiye'deki Kırım İnkişaf Vakfı yardım etti. Onlar seviyoruz. Türkiye'de yeni uygulanmaya başlayan İmam Hatip Halkara Okuv Yurt'nun yanı leyhası çerçevesinde ilk sefer Kırım'dan talebelerini davet ettik. Onlardan 5 talebe şimdi Ankara'da okuy. Da 10 talebe Civat Ulger adına İmam Hatip Halkara Okuv Yurt'unda okuy. Birinci semestrde Türk tilinin öğrenilüvüne ayrı dikkat edilecek. Haftadaki 40 okuv saatından 27'si Türk tili için ayrıldı. Elif Türk tilinden dersler endi 4 yıl devamında beri. Aytkanına göre talebeler mektepte bir hafta olganına bakmadan bu yerdeki yaşayışka endi alışı başlaylar.
Türkiye uyum konusunda çok büyük bir sıkıntı çekmediler. Türkiye'ге alışmak kıyın olmadı medeniyetlerimiz benzey bir-birine. Adetlerimiz, annenelerimiz ve adi hayat tarzımız bile öz ara oşay. Bugün öyle yemeği vaktinde talebelerinde öğrengen bilgilerini kullanmağa tırışkanlarını gözettim. Misal olarak aştatlı olsun, sağ ol. Kırım Tatar balaları diğer talebeler ile beraber yaşayırlar mektepte, kütüphane, aşhane ve pansiyon var. Odalarında üçer adam yaşayırlar, özara Türk ve İngiliz dillerinde konuşarlar. Isınma konusunda da. Bir-birimizge alışmağa kıyın geledi. Konuşuvda da kıyınlıklar olmadı. Rahatlık günleri futbol oynayımız. Biz olarga Türk dilini öğrenmege yardım etimiz. Özümüz ise onların tili, adetleri ve medeniyeti ile tanış olamız. Ukrayna'dan kelgen talebeler Türkiye'de 4 yıl devamında okuyacaklar. Ediye Kataman, Halise Zenedin, Selim Tohtarov, Eskişehir, UATV. София Киевская Милли Корогонда Скарбына TV-сикалы фильм тәкъдим етілді. Фильм Украина қазақлығы дәвріне бағышланған әсас мақсат асырлар дәвамында ойлайтқан ялан ве әфсанелерсіз украинлерінің ақиқи тарихыны көстермек еді. Араштырулар вақтында муэлифлер Австрияда яшаған сонки Украина гетманы Кирилл Разумовскийнің әвлядыны Грегор Разумовскийны таптылар. Дортынжы Мехмет Падежа Бактан Хмельницкийге язған мектуб тәржеме еттілер. Ве бұның әлі Украин гетманларының керчек үрісусыны қыдырдылар. Фильм тәқдимі вақтында сәрджелер 17-ші асырдан қалған Украинаның тарихи артефактлары көстерілді. Ахыр сону украинлерге олардың ақиқи тарихыны, bizim keçmişimizni açılған bir мақсул керек еді. Хусусан мейдандан сон, чүнки мемлекетімізде ақиқи тариха büyük cemaat талабы пейда oldu. Facebook ичтимайығы Русияле бағлы олған 500-ден зиеді группаве сейфилеріні yok. Әтті олар Facebook ве Instagram ичтимайғыларында сақты малюмат ерлештіреді. Facebook сақты малюмат тарқатқан әке айры шіркетні мейданға чықарды. Бірісі Шарқи Авропа мемлекетлеріне қаршы чалышайды, екіншісі ise Украинаға. Шу жүмледен ичтимайғыларында санки Одессада полис Украинден әжелеріне қол тұтув акцияға чыққан иштиракчыларны яқалайды яда Житомир шерінде. Сумыслығында толу сув ақа кебі сақты малюмат тарқатайдылар. Сайта хабер етілгеніне көре бұл шеркетлер арасында бақыт тапылмады, ама олар ошаған тактика қоланғанлар. Русия христианларны зұлымға ұқыратқан мемлекетлер жедвеленді. Оларның рейтингіні Әрсене Open Doors халқара ұқуқ құруйжы группасы яйынлай. Әлі мемлекет арасында Русия 41-ші ерді. Сонки сефер о рейтингті 2011 сенесі олған еді. Шымды есе Русия Федерациясы Дағытан ве Татаристан мұсылман жүмхуретлерінде христианларға ұжым еткені үшін Кенияде жедвелге кірсетілді. Бұндан ғайры да бір себеп Рус ортодокс кілсесі тарафындан дігер христианларының зұлымға ұғыратылығы рейтингінің башында есе Шимали Корея. Украина телекесүзлік қызметі Украин журналисті Елена Бойканы яқалады. Украина телекесүзлік қызметінің матбуат қызметі хабар еткеніне көре, 2014 сенесі Украина ватандашы Украинаға қаршы пропаганда етеді. 2016 сенесі işgal етілген топрақлар бойынша транзит оларақ Русияге кечті, анда ачық тарзда күтлеви хабар васталары ярдымы еле Украина сынырыны авиа құрылышыны дыныштырмеге чағырайды. Кечкен сене декабрь айында Русия Федерациясының топрақларында бұлынув қайделеріні бозғаны үшін Бойка мемлекеттен сүргін етілді. О 5 жылға махкум етіле біле. Украина хоккейчілері 2020 Дүния чемпионатының финалында ойнайжақлар. Украинлер Бельчика тақымыны 4-1 әсабынен еніп, турнир жедвелінің бірінші басамағына көтерділер ве вақтындан евел финалға чықтылар. Гонконг тақымы еле бүгінгі ойын есе формаль олажақтыр. Үрметлі серджелері бұл дақиқаға бұл сонки хаберімізі да чоқ хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile олыңыз сағылқнен қалыңыз, өзіңізге мұқайт олыңыз көрішкенже.